Армысыздар құрметті көрермендер, келіп жеткен қасиетті Құрбан айт мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тілеген тілектеріңіз, оқыған дұғаларыңыз, шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын дегім келеді. Енді жалпы Украина соғысы тақырыбына қайтып оралсақ, бір аптаның ішінде Украина соғысында және Украина соғысына қатысы бар мемлекеттер, акторлар, саяси қайраткерлер мен халықаралық ұйымдарда біршама өзгерістер болып жатыр. Оның ішінде ең үлкен өзгерістің бір ретінде өздеріңіз жақсы білетін Ұлыбританияның премьер-министрі Борис Джонсонды отставкаға жіберу процесі басталды. Жалпы Борис Джонсон Ұлыбританияны кеңінен қолдап келген батыс тарап жағындағы ең бір белсенді саяси қайраткер екенін айтуға тиіспіз. Борис Джонсонның Ұлыбританияға қару-жарақ беру бойынша бастамалары тіпті Америка Құрама Штаттарының бастамаларынан да жылдам екені айтылуда, және бұл жерде Америка Құрама Штаттарының заңнамасы мен Ұлыбританияның заңнамасына келіп тірелетін мәселелер бар. Яғни Америка Құрама Штаттары Украинаға қару-жарақ деңгейінде көмек беру мәселесін ленд-лиз қабылданғанға дейін бірнеше процестен этаптан өткізіп барып береді. Яғни қару-жарақты беру туралы шешім қабылдайды, оны конгресске жібереді, ол конгресте талқыланады, дауыс беру жүзеге асады, әрбір конгрессменді көндіру процесі болады. Артынша өзге де саяси өкілдер мен саяси құзыреті бар иерархиялық сатылардан өтеді деген сияқты. Яғни біршама бұл уақытты алатын. Ұлыбританияда бұл процестер жылдам болды. Және Борис Джонсонның өткір шешімдерінің нәтижесінде Ұлыбритания тіпті Америка Құрама Штаттарынан жылдам тез іс-әрекеттер, қимылдар жасап, Украинаға қару-жарақ беру мәселесінде көшбасшылық танытып келді. Әсіресе бұл жерде НЛАУ жаңағы гранатометтарын беру мәселесін айтсақ болады. Бұл бір сөзбен айтқан кезде ауыр техника емес, әрине, алайда Ресей әскерінің танктық негізде және БТР негізінде шабуыл жасау мүмкіндіктерін біршама азайтты. Өзге де қару-жарақ түрлері бар. Украинаға беріліп жатқан Ұлыбритания тарапынан оның бастамасында басында Ұлыбританияның премьер-министрі Борис Джонсон тұрғанын айтуға тиіспіз. Міне осы Борис Джонсон Ұлыбритания үкіметіндегі үлкен өзгерістер мен Джонсон саясатына қарсылыққа байланысты отставкаға кететін болды. Бірақ бүгін ертең емес, Джонсонның отставкаға кетуі 2022 жылдың қазан айында жүзеге асады деген жаңағы ақпараттар бар. Және Борис Джонсон тек қана премьер-министрлік қызметтен емес, сонымен қатар өзінің консервативтік партияны басқаратын жаңағы басшылық қызметінен де кететінін мәлімдеді. Сонымен Борис Джонсон кетеді және оның орнына кім келеді деген сұрақ туындайды. Және бұл Украинаға берілетін көмекті Ұлыбритания тарапынан азайтып жібермей ме дегенде күдік туындап отырғаны рас. Бірақ бірден айтуға тиіспіз, ресейлік бағы жазып жатқандай, Ұлыбританиядағы немесе батыс мемлекеттерінің өзге де бір қайсы бірін алып қарасақ та, шешімдердің басым көпшілігі бір тұлғаға байланып қалған емес. Яғни бұл саяси жүйе ұзақ жылдар бойы қалыптасқан, орныққан және демократиялық құндылықтарға мен тығыз етене жаңағы кірігіп байланысып кеткен соншалық шешімді бір адам емес, толық қоғам және мемлекеттік жүйе қабылдайды. Сондықтан да Борис Джонсонның қызметтен кетуі Ұлыбритания тарапынан Украинаға берілетін көмекті қандай да бір дәрежеде азайтады деп өз басым ойламаймын. Оның үстіне Борис Джонсонның орнына соңғы сауалнамаларға және саяси сараптамаларға сүйенетін болсақ, Борис Джонсонның орнына қазіргі Ұлыбританияның қорғаныс министрі Бен Уоллес келуі мүмкін. Бен Уоллес Борис Джонсоннан да өтіп кеткен антиресейлік көзқарасты ұстанушы азамат десек болады, және ол өмірінің жастық шағын екінші дүниежүзілік соғыстан кейін туындаған қырғи қабақ соғыста өткізген, бірнеше әскери конфликтілерге қатысқан, қақтығыстарға. Сондықтан да Бен Уоллестің қару-жарақ беру мәселесі Украина тарапынан, егер ол премьерлік тізгінді ұстап жатса, ендеше азаймайтынына күмән жоқ. Борис Джонсонға қатысты тағы да бір батыс медиаларына қызық ақпарат шығып жатыр. Ол Борис Джонсон қазіргі таңда Ұлыбританияның премьерлік қызметінен кетсе,
партия төрағалық қызметінен кетсе қайда бару мүмкін деген. Бірнеше нұсқалар бар. Сол нұсқалардың ішінде Борис Джонсонды НАТО төрағалығына ұсыну қажет деген нұсқа айтылуда. Әрине бұл тек қана нұсқаның бірі болып қалуы мүмкін, себебі НАТО үлкен құрылым және ол жерде басшылықты таңдау тек қана бір адамның, бір мемлекеттің ұсынысымен ғана жүзеге аспайды. 30 мемлекеттің ой пікірі көзқарасы ол жерде ескеріледі. Сондықтан да бұл жерде бұл тек қана ұсыныс болуы мүмкін, бірақ сондай бір ақпарат бар, яғни Борис Джонсонды НАТОның төрағалығына қызметке ұсыну мәселесі ұсынылып көтеріліп отырған бастамалар айтылуда. Бұл жерде НАТО төрағалығы 2022 жылдың қыркүйек айында НАТОның қазіргі төрағасы Йенс Столтенбергтің өз қызметінен кететінін біз жақсы білеміз. Бұл бірнеше жыл бұрын хабарланған, және Йенс Столтенберг Норвегияның банктік секторын басқарады, яғни банк саласынан кететін болды. Ал оның орнына қыркүйек айында НАТО басшылығына жаңадан тұлғалар келуге тиіс. Яғни НАТО төрағасы жаңадан сайланады. Бұл жерде айтуға тиіс бір мәселе бар, ол НАТОға қандай көшбасшы келеді. Бұған дейін НАТОға келетін төрағаны Ресеймен дипломатиялық қарым-қатынас орнату және Ресейді НАТО ұйымына серіктес позициясы болып тұрған кезде біршама жаңағы жақсы позицияда болатын тұлғаларды қойған еді. Ал қазіргі таңда НАТО өзінің стратегиясы Мадридтегі саммиттен кейін өзгерткеннен кейін өзінің концепциясында Ресейді басты қарсылас және НАТО мемлекеттеріне қауіп төндіруші қарсылас деп бекіткеннен кейін НАТОға сөзсіз енді қырғи-қабақ соғыс кезеңіндегі жаңағы үлкен әскери тәжірибеге ие болған саяси қайраткер болсын, немесе әскери саладағы қайраткер болсын, сондай бір тұлғаны әкелетініне мен өз басым сенімдімін. Және бұл жерде тек қана НАТОның емес, сонымен қатар батыстың да жаңағы сайланатын, ұсынатын тұлғалары дәл сондай азаматтардың ішінен болатын сияқты. Сондықтан күзде бізді үлкен өзгеріс күтіп тұр. Ол НАТО төрағасы бірінші мәселе, және екінші мәселе Ұлыбритания басшылығына, премьер-министрлігіне келетін азамат. Бұл екі шешімде сөзсіз Украинаға берілетін көмек мәселесін ақырындап жақсы бағытқа өзгертуі мүмкін. Менің ойымша қару-жарақ беру мәселесі ол тоқтамайды Украинаға Ұлыбритания тарапынан, себебі оны тек қана Борис Джонсон емес, жалпы тұтастай алған кезде Ұлыбритания қоғамы, Ұлыбритания билігі сондай шешім қабылданған. Бір сөзбен айтқан кезде бұл бір адамның шешімі емес. Бұл бір. Екінші мәселе, Украинаның өзіне, ішіне келіп жаңағы қайырылатын болсақ, Украинаның соғысы біршама Ресейдің шабуылы азайғанын айтуға тиіспіз. Украина Северодонецктен әскерінің қоршауға қалмау үшін шығарған өткен бейнероликте айтқан едік. Енді Лисичанск бағытынан да өзінің әскерін өткен аптада алып шықты. Бұл жерде Лисичанск қаласын біріншіден позициялық тұрғыдан қорғайтын нысан ретінде санамады. Екіншіден, Лисичанск қаласында 2,5 мыңға жуық Украинаның қорғаныс саласының қызметкерлері қоршауға қалмау үшін тактикалық шегініс жасағаны айтылды. Алайда Ресей осы екі қаланы алғаннан кейін өзінің шабуылын азайтты. Себебі Лисичанск және Северодонецк қалаларын алу кезеңінде Ресей әскері адами және әскери техникалық тұрғыдан үлкен шығынға ұшырағаны айтылуда. Сондықтан да шабуылға шығушы топтар мен жасақтарды қайта қалпына келтіру, жасақтау, жаралыларды және қаза тапқандарды алмастыру үшін біршама уақыт керектігін айдан анық түсінікті. Бұл бір. Екіншіден, Ресей әскерінің шабуыл жасау әлеуетін төмендету мақсатындағы қазіргі таңда тактика таңдалып алынды. Ол Ресей әскери қоймалары мен Ресейдің әскери штабтарына шабуыл жасау. Бұл бұған дейін маусым айының соңына дейін мүмкін емес мәселелердің бірі еді. Тіпті мүмкін болған күннің өзінде айына кемі 1-2 ғана әскери штабқа шабуыл жасау мүмкіндігі болды, оның өзінде авиациямен, яғни соққы жасаушы дрондар немесе ұшақтардың көмегімен. Ал қазіргі таңда батыс тарапынан, Америка құрама штаттары тарапынан Ленд-лиз заңының негізінде және Рамштайн әскери базасында Рамштайн 3-ші кездесуінде қабылданған шешімдерге байланысты Украинаға берілген химарстар бүгінгі таңда Ресейдің әскери қоймалары мен Ресейдің әскери штабтарына шабуыл жасап жатыр.
Және бұл маусым айының соңында келіп жеткен бірнеше химерстің соғыс алаңында айтарлықтай өзгерістерді іске асырып жатқанын айтуға тиіспіз. Біріншіден, бір аптаның ішінде Украина Ресейдің 11 әскери қоймасын жойып үлгерген. Бұл ұрыс шебінен 70-60 шақырым жерде орналасқан нысандар болып табылады. Яғни артиллериялық соққы жасау мүмкін емес, тек зымырандық соққы жасаумен аталмыш нысандардың көзін жоюға болады. Сондықтан да химерс зымыран кешендерінің келіп жетуі Украина соғысында қазірдің өзінде өзгерістер жасап жатыр. Ал химерстің келіп жеткеніне тек қана 2 аптаның жүзі болғанын айтуға тиіспіз. Бұл бір аптаның ішінде 11 әскери нысан жойылды, және әскери нысандардан бөлек әскери қоймалар, әскери штабтардың көзі жойылды. Оны тек қана Украина тарапы емес, сонымен қатар оны Ресейдің сарапшылары да, әскери мамандары да жазып жатыр. Яғни олар химерстерге нақтылы соққы жасауға тиіспіз деген, себебі дәл химерстер үлкен өзгерістерді әкеп жатқанын жасырмай жазып отыр. Бұның өзі шын мәнінде химерстің үлкен әлеуетке ие екенін көрсетеді. Енді күні кеше ғана қабылданған шешімге назар аударатын болсақ, Америка құрама штаттары Украинаға кезекті әскери көмек беру пакетін қабылдады. Онда $400 миллион жуық қаражатқа әскери көмек беріледі. Бұл әскери көмектің ішінде тағы 4 химерс кешенін беру шешімі қабылданған. Оның ерекшелігі, бұл жолғы берілетін химерстер бірінші берілген химерстерға қарағанда заманауи модернизациядан өткен, және соңғы берілетін 4 химерсқа соққы жасау қашықтығы 70 шақырымға дейін емес, соққы жасау қашықтығы 200 шақырымға дейін жететін зымырандарды беру мәселесі көтеріліп отырғанын айтады. Бұл дегеніміз, Украина қазірдің өзінде Ресейдің шекарасына дейінгі аралықтағы Украина жеріндегі әзірге Ресей қолындағы және сепаратистер қолындағы әскери нысандар мен аймақтарға нақты дәл соққы жасай алады деген сөз. Себебі химерстің соққы жасау мүмкіндігі жоғары. Біріншіден, ол нысанаға дәл тиеді. Екіншіден, шабуыл жасау мүмкіндігі, яғни шабуыл жасау жылдамдығы 25 секунд. 25 секундтың ішінде 25-30 секундтың ішінде ол 6 зымыранды атып үлгереді, және 3-4 минуттың ішінде соққы жасаған жерден бірнеше 100 метр жерге дейін қимылдап орын ауыстыру мүмкіндігі бар. Бұл дегеніміз соққы жасау, дәл соққы жасау, жылдам арада орын ауыстырып үлгеру соғыста таптырмайтын қажетті техникалардың бір екенін көрсетеді. Себебі соққы жасағаннан кейін қарсы соққы жасайтын қарсыластың қарсы соққы жасайтын ескеретін болсақ, ендеше орынды жылдам ауыстырып үлгеру өте маңызды. Сондықтан да химерс қазірдің өзінде Украина соғысында айтарлықтай өзгерістер жасап жатыр. Соңғы аптаның тағы бір жаңалығы, ол Украинаның өзінің жыланды, яғни украин тілінен аударған кезде жыланды деп аударылатын, өздерінің мемлекеттік тілмен айтатын болсақ, Змеиный аралына Украина өзінің әскери басымдылығын орнатты, және Украинаның туын тікті. Бұл да үлкен идеологиялық маңызға ие, себебі дәл осы аралда Украинаға танылған және кейіннен посткеңестік мемлекеттер мен әлемдік бақта кеңінен таралып, қазіргі таңда Украин-Ресей соғысының үлкен бір сленгіне айналған, ол орыс кеме, артынша өздеріңіз білесіздер, жалғасын не деп айтылатын, дәл осы Змеиный, яғни жыланды аралында болған еді. Соғыс басталған кезде кейіннен бұл аралды Ресей әскері өзінің нысанына айналдырып, аралды басып алған болатын. Ал Украина 4 айдан кейін аралды кері қайтарды, және оған Украинаның туын тігу арқылы идеологиялық саяси жеңіске жеткенін дәл осы аралда көрсете білді. Бұл да үлкен маңызға ие, себебі арал біріншіден аралды қайтару идеологиялық, тактикалық тұрғыда маңызға ие, яғни біз басқыншының Ресейдің қолына өткен нысандарды кері қайтарып жатырмыз деген месседж береді өзінің қоғамына. Бұл бір. Екіншіден, аралды қайтарып алу Ресейдің әскери соққы жасау мүмкіндіктерінде біршама азайтады. Себебі дәл осы арал арқылы Ресей Қара теңізде орналасқан Ресей флотына Украина тарапынан зымырандық соққы жасау мүмкіндігін азайтып отырған еді. Себебі аралда ПВО жүйесі орнатылды. Бұл бір.
бұл бір. Екіншіден, Ресейдің өзі дәл осы арал арқылы Украинаның порт қалаларына, әсіресе Одессаға зымыранмен соққы жасап келген еді. Ол мүмкіндіктер енді Змеиный аралынан соққы жасау мүмкіндіктері Ресейде жоқ. Сондықтан да бұны әскери тұрғыдан да маңызды бір жеңіс ретінде айтсақ болады. Тағы бір айтатын дүние, ол осы аптада Ресей басшысы Владимир Путин кездесу өткізді, және кездесу барысында Украина соғысына байланысты біршама мәлімдемелер жасады. Сол мәлімдемелердің ішінде бір ғана мәселені айтуға тиіспіз. Ол Ресей әлі Украина соғысында маңызды және өте үлкен өзгерістер жасайтын соққыларды жасаған жоқ. Әлі біз шындап келгенде, әлі біз соғысқа шынайы кіріскен жоқпыз деген мәлімдеме жасады. Біріншіден алып қараған кезде бұл сөзсіз Ресей аудиториясына бағытталған дүние, яғни біз әлі тіпті біз кіріскен жоқпыз деген сияқты. Сондай бір сенімділік өзінің аудиториясына және Ресей қоғамына сыйлағысы келген сияқты, бұл бір. Екіншіден, осының өзі жаңағы Ресейдің әскери шығынының көп екенін көрсетсе керек. Себебі философиялық тұрғыдан алып қараған кезде үлкен қателіктер болған жерде үлкен өтіріктер айтылады деген батыстық нақыл бар. Және осы нақылға сүйенетін болсақ, мүмкін Ресей басшысы Украина соғысындағы өз әскерінің тактикалық және стратегиялық тұрғыдан біршама қателіктерін осындай бір сөзбен жуып шаюға тырысқан сияқты, жабуға тырысқан сияқты. Ресейдің тағы бір айта кететін мәселе, ол үлкен жетіліктің аясындағы кездесулер болып өтті. Оған Ресей қатыспайды, себебі бұрында үлкен сегіздіктің құрамында болған кезде Ресей қатысатын, бірақ Украина соғысынан кейін оны үлкен жетіліктен шығарып тастаған еді. Ал енді осы аптада үлкен 20-лықтың алғашқы кездесулері басталды. Оған Лавров шақырылған еді, бірақ үлкен 20-лықтағы қатысушылардың Лавровқа қатысты және Ресей агрессиясына қатысты ұстанымдары Лавровтың жиыннан мезгілінен бұрын кетуіне жаңағы әсер етті. Солайша тіпті Ресей үлкен 20-лықтың өзінен де біршама шеттетілетін сияқты. Ал Ресейдің жасап отырған әрекеттері тіпті өзіне қарсылас мемлекеттерден бөлек, Ресей өзінің тілімен алып қараған кезде серіктес, одақтас деп атайтын мемлекеттердің өзін Ресейден алшақтатуға мәжбүрлеп отыр. Оның ішінде Қазақстан да бар. Қазақстанның мұнай құбырын жауып тастағанын жақсы білесіздер. Сонымен қатар Қазақстанның өзге де жаңа саяси қысымдарды арттырып келе жатыр. Сондықтан да Ресей тіпті дәл осындай бастамаларын, дәл осындай агрессиялық саясатын тоқтатпаса, тіпті серіктес деп саналатын, одақтас деп саналатын мемлекеттердің де өзіне сырт айналуын көретін сияқты. Қысқаша алып қараған кезде Украина соғысында осындай бір қатар өзгерістер болып жатыр. Бұл ақпараттардың барлығы мен айтпасам да өздеріңізге жетті, өздеріңіз оқып көріп отырсыздар. Алайда барлығын бір топтама ретінде біріктіріп айтуды жөн көріп отырмын. Себебі біздің мақсатымыз ақпаратты қазақ тілінде жеткізу, бұл бір. Екіншіден, қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосу. Себебі ақпарат, әлемдік ақпарат, мемлекеттік ақпарат қазақ тілінде жеткізілген сәтте ғана сөзсіз қазақ тілі барлық деңгейде біртіндеп дами бастайды дегенге өз басым сенемін. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.